Hayırlı күн достар, бүгін өте дәмді корейский шүмші салат жасайтын боламыз. Алдымен тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мінекей үйде бар заттардан жасалатын салат. Мінекей обедке мен палау жасап қойдым. Палаумен жегенге салат жасайын деп жатырмын. Корейский салат өте дәмді болып шығады. Әрі тез жасалады. Ешқандай қиындығы жоқ. Кішкене ғана капуста және 2 сәбіз, бір ғана сарымсақ болса болғаны. Дәміне қарап, укроп, үйдегілер укроп ұнатпайды, негізі бізде кішкене видеоға әдемірек болып түссін деп, кішкене укроп салып жібердім. Мінекей, кішкене ғана саламыз. Достар, мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Сіздер де осылай видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Мінекей капустамызды барлығын турап алдық. Енді сәбізімізді өткіштен өткізіп, осылай дәміне қарап, тұз саластар, бұрыш саластар, қара бұрыш, қызыл бұрыш барлығын сала берсеңіздер болады. Өздеріңіз білесіздер, дәміне қарап. Қызыл бұрыш, қара бұрыш жемеймін болмайды десеңіздер, ондай салмасаңыздар да дәмді болып шығады. Мінекей корейский тұз салдым. Корейский тұз және қызыл бұрыштан кішкене салып жібердім. Сосын қара бұрыштан салып жібересіздер кішкене. Мінекей тұз, кәдімгі ас тұзын салып жібердік. Және мынандай чимчимнен салып жібереміз, 2 қасығын. Жақсылап араластырып, қолмен араластырдым. Өздеріңіз қасықпен уксустың суға араластырып, ішіне қосып жібересіздер. Уксустың дәмі өте керемет болып шығады. Және қызып тұрған майымызды ішіне пияз салып жібереміз. Майдың онша-мұнша иістерін, дәмдерін алып тастайды. Ішіне пияз салып, қатты қыздырып аламыз. Және сол ыстық майымызды салаттың үстіне құйып жіберсек, өте дәмді болып шығады. Мінекей салатымыз дайын, өте оңай. Осы мен видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ас болсын.